Ал. Қандай сұрақтарыңыз бар? Айтыңыздар. Мында бір поштаға бір сұрақ түсіпті. Трамптың Қытай саясаты өзгеретін сияқты дейді. Дәл. Өте бақылап отырған кісінің сұрағы екен. Трамп өзгеріп қалды. Бүгіннің өзінде өзгеріп қалды. Ол Қытайдың Америкаға кіретін тауарына 60% санкция салам деп еді. Кеше ол егер Қытай фентанил өндіретін өндірісін тоқтатпайтын болса, мен кеден салығын тағы 10%-ға көтеремін деді. Бірақ соңғы бір сөзінде Қытайдың Америкаға кіретін тауарына салатын салығым 35% болады деді. 60-ы несі? Мен мәз болып жүрмін. 60-қа анау фентанилді тоқтатпаса 10% қосам деген қосып 70% салық алатын болды деп отырсам, жоқ, олай емес екен. Ол сол 35-40%-ның айналасында салатын сияқты. Ол да түсінікті. Себебі Қытайдың қолында кім бар? Илон Маск бар. Неге? Илон Масктың Тесла өндіретін зауыты Шанхайда. Ол дүние жүзіндегі ең үлкен электр өндіретін компания. Енді Қытай сол Илон Маскты пайдаланып Трампқа ықпал етпекші. Илон Маск қазір патшаның досы. Америка тарихындағы first buddy деген келеме жатақ дие болды. Яғни бірінші дос. Америка президентінің әйелі бірінші ханым болады, оның иті бірінші ит болады. Мынау Илон Маск бірінші buddy болып кетті. First buddy болды, яғни бірінші дос болып алды. Енді қара. Бұл кәдімгідей соңғы кезде өзін бір Американың жарты президенті сезінді ма, Твиттерінде қыңыр қисық оңды солды біраз нәрсені айта бастады. Бірақ Трамптың аяқ астынан Қытайға деген санкциясының пайызын түсіргеніне қарап мен ойлап қалдым. Илон Масктың ықпалы, Илонға Қытайдың ықпалы. Бірақ бұл саясаткер деген бұлардың сөзінде де пәтуа жоқ. Трамп билікке келсін, көрейік, Қытайды қаншалық деңгейде қыса алады? Илон Масктың көңіліне қарай ма, қарамай ма? Оны сол кезде көрейік. Қазірдің өзінде Трамптың бір тағайындаған кадры наразы болып, ол өз қызметінен бас тартып, ию-ғию болып жатыр. Неге? Оның бұрын бір былықшылығы бар ма, педофилдігі бар ма, бір қатын қалашпен былығы бар ма? Соныменен оны Трамп тағайындап қойған. Ол неге бас тартты? Себебі ол бәрібір Конгресстен өтпей қалуы мүмкін. Себеп Трамп тағайындайды, Конгресс мақұлдау керек, өтпей қалуы мүмкін. Ал оны өткізбейтін кезде оның қарсыластары оның былығын қазып шығуы мүмкін. Соның аш құлақтан тыш құлақ, сен тыныш отыр деген әңгіме сияқты. Енді қазір ішкі жағында қырқыс басталды. Илон Маск кейбіреуді ұнатпайды, Илонның қойғанын ұнатпайды. Бұл Илон Маск өзінде ешқандай бір статус жоқ, дәреже жоқ. Енді дүние жүзіндегі ең бірінші бай екендігі белгілі, ең ақылды адам екендігі белгілі, бірақ бұл саясаттан сауатсыздау екендігі ол да белгілі. Енді қызық енді, Илон Маск пен Трамптың ортасы не болады, ол да белгісіз. Бір қызық нәрсе. Мен осыдан бірнеше сағат бұрын жаңағы коммунити бөлімінде жаздым. Байденді президент қылған Facebook, Трампты президент қылған Twitter. Яғни қазіргі X. Неге? Байдендің президенті кезінде Facebooktың иесі Цукерберг бүкіл Американың сайлау түйіні жоқ жеріне дейін сайлау түйіндерін салды. Дәл сол кезде ол Facebook Трампты мәңгіге бұғаттады. Ол кезде Twitter Илон Масктың қолында емес, бір арабтың қолында. Араб бірлескен әмір. Ол да Трампты бұғаттады. Трамп деген күніне 30-40 Twitter, Facebook жазатын адам аузы жабылып отырды. Бір кезде YouTube каналға шығып еді, YouTube бұғаттап тастады. Одан бір Parler дейтін қолдап шығып еді, оны банкроттық ұшыратып жіберді. Кім? Amazon Parlerді алып тастады. Apple алып тастады. Сонымен бұл бейшара Трампты бүкіл New York Times қаралайды, Washington Post қаралайды, MSN қарайлайды, National Public Radio қаралайды. Трамптың қысқасы үні шықпай қалды ғой. Үні шықпай қалды. Сөйтіп Трамптың үні шықпай әбден шипасы бітті. Өстіп отырғанда Байден сайланып кетті. Байденнің таққа шығу Facebook'тен, Трамптың таққа шығу Twitter'ден дейтінім сол. Енді қазір Twitter Илон Масктың қолында, Трампты қолдады. Енді ол MSN-ді сатып алады деп жатыр. Трамп әлден оның адвокаттары New York Times пен Washington Postқа бірденке миллион, 100 миллион ба жаңа сендер төлем төлейсіңдер деп адвокаттар қағаз жіберіп сотқа тартамыз деп. Трамп билікке келмей жатып
Фейсбуктың иесі Цукербергті түрменің түбінде шірітем деді. Мен сөздің ол хабарды естігенде мен қуандым. Неге? Цукерберг мені өзі осы уақытқа дейін 60 мәрте бұғаттап болды. Мен Фейсбугыма қараңдаршы, латын жазуында соңғы Фейсбугым. Латынша Серікжан Біләш деп тұр. Өзі 11 мың адамым бар. Менің 50 мың, 60 мың тіркелушім бар, аккаунттарым жауып тастайды. Әзір бір 3-4 аккаунтым тұр. Серікжан Біләш деп кирилше де жазылған, славянша да жазылған, латынша да жазылған. Оған өзім кіре алмаймын. Өз телефонымен, өз поштаммен тіркелген сол аккаунтыма өзім кіре алмаймын. Оны бұғаттай бергеннен мен де қалқараға дабылғаға бердім. Сосын бұғаттамайық тек кіре алмайтын қып қояқ дейді. Тұр собет. Оған мен жаза алмаймын, сөйлей алмаймын. Ана бір Серікжан Біләштен кирилше Facebook аккаунтыма қара. Теңіздің бойында бір шағалалардың қасында тұрып сөйлеген видеом саптым. Бітті, одан кейін кіре алмай қойдым. Әзіргі аккаунтым істеп тұр енді. Ол бір 15 мыңға адамы болғанда оны да бұғаттап қояды. Оны да талай сынақ жазады. 20 адамдық бір WhatsApp топтарым бар. Мен пост салам. Адамдар айтады, көрінбеді, сілтеме жіберем, ашылмады. Кез келген сілтемені сақылдатып ашады, менің сілтемемді аша алмайды. Солай жасап қойған. Сондықтан мына Цукерберг деген Джойттың баласы, ол лағнеті шайтан, оны Трамп соттап түрменің түбінде шіртсін аққайын. Ол шын мәнінде мына еркін ойға бұғау салушы. Мысалы, қазақтар мынау соғыс басталғанда Ресейдің соғысына қарсы пост жазған қаншама қазақ бұғатталды. Әлеуметтік желіде сондай болды ғой. Міне бізді Ресейге қарсы постымыз үшін бұғаттады дейді. Неге? Иттің баласы ана КГБ-дан ақша алады, ана жақтан Қытайдан ақша алады. Бол, кім ақша береді, сол үшін жұмыс істей береді міне. Енді қазір мынау Трамптың саясатын түсіну қиын. Сөздің үшін ол эмоцияның адамы. Ол отырып өзгере салады. Ол шынында таққа шыға салып, өзі айтқандай, егер соғысты тоқтатпаса Мәскеуді бомбалаймын, егер Тайванға соғыс ашса Бейжіңді бомбалаймын деп, өзі бір кезде дүрілдеп отырып, қымызға қызып отырып, бөртіп отырып, ұрып қалды ғой шалым. Енді ол сондай істеу де мүмкін ол. Ондай істеу де мүмкін мысалы. Енді ол эмоцияның адам. Мысалы, қазір ол НАТО-ның басшысымен әзір ара қатынасы жақсы. Бұрынғы анау Столтенберг деген НАТО-ның басшысы бар еді ғой. Онымен аралар тым жаман еді. Әзіргі мына басшымен жақсы екен. Неге? Бұл басшы кәдімгі Трамптың тура бір жерін үрлеп, шелектей қылып қояды екен. Сіздің арқаңызда, сіз болып, міне күн шығыстан уағында шығып тұр ғой, сіз болмасаңыз мына күнде жалқау болып, уағында шықпай, бірде шықпай кетереді деген сияқты. Сіздің арқаңызда дейді екен ғой. Сіздің арқаңызда НАТО кеңіп жатыр дейді екен. Сонымен екеуі арасылар жақсы екен. Енді шал Картегенде бір бала. Өз өңкей шалдар құтыратын заман болды ғой бізде. Екі шал қазақтың соры болды. Міне. Европа, Американды да шалдар билеп жатыр енді. Құдай өзі сақтасын. Осы шалдарды сол әкететін жағына ертерек әкетсе, соны сізде бізде бәріміз азат болсақ, сол жақсы болар еді. Ал Трамп туралы сұраққа осыншалық жауап бердім. Трамп туралы сұраққа.